Өзгенің кемшілігін көргенде өзіңдікін түзе. Жаман адам өз қатесін ақтайды, жақсы адам оны түзетуге асығады. 40-та ақыл кірмегенге 50-де ақыл қонбайды. Адамның аузы дертке де, бақытсыздыққа да себепші. Иілмесең, түзелмейсің. Жылқының төзімі жолда білінер, адамның төзімі уақыт өте білінер. Біреуді қарғаған екі шұңқырға түсер. Егер сатушының мақтауы шебер болса, көп ұзамай тауардың кемшілігін байқарсың. Ақша бала мен ананы да араздастырады. Жаман кісі шөп өсіреді, жақсы адам күріш өсіреді. Ақылды топырақ өңдейді, көреген бағбан тәрбиелейді. Ата-ана махаббатын түсіну үшін өз балаларыңды өсір. Гүлденгеннің бәрі бір күні қурайды. Сөйлесуге лайық адаммен сөйлеспеу қымбат адамнан айырылып қалумен тең. Болашақты білгің келсе, өткенді зертте. Сізге мақсатыңызға жету мүмкін еместе көрінсе, мақсатыңызды емес, оған жету әрекетін өзгертіңіз. Адамдардың қарым-қатынасында 3 түрлі қателік бар. Біріншісі, қажет болмай тұрып сөйлесуге ұмтылу. Екіншісі, ұялшақтық, керек кезде сөйлемеу. Ал үшіншісі, тыңдаушыға қарамай сөйлеу. Өзіңізге ұнайтын жұмысты таңдаңыз, сонда өміріңізде бір күнде жұмыс істеп уақытты босқа өткізбейсіз. Дана және білгір адаммен дос бол. Өзіңе қатысы жоқ жерге басыңды сұғып, қадіріңді кетірме. Кімге ақыл насихат айтсаң, алдымен өзің соған амал ет. Жаңа байығаннан қарыз сұрама. Біреуді екінші адамның алдында ұялтпа. Ақмақтардан алыс жүр, екі жүзділерден сақ бол. Біреудің үйіне барғанда көзің мен тіліңе ие бол. Арсыз болса қыз жаман, ақылсыз болса ұл жаман. Арақпен достастым дегенше, адамдықпен қоштастым де. Қайталанған дерт жаман, қайта бұзған серт жаман. Баланың балалығын тыйдым дегенше, ер жеткендегі даналығын тыйдым деңіз. Адамның ең үлкен кемшілігі қиындыққа тез берілуі. Бала тәрбиелеу дегеніміз өз-өзіңді тәрбиелеу. Ақылды адам ертеңін ойлар, ақылсыз адам бүгінімен ойнар. Арзан әңгімеге құмар адам қымбат уақытын жоғалтады. Қорқақтық ең басты кемшілік. Өзіне риза болмайынша, өміріне де риза бола алмайды. Нағыз жанашыр, сен қателік жіберсең де жаныңнан табылады, ал дұрыс жолда болсаң, бәрі де жаныңда. Әділдік жалғыздыққа душар етуі мүмкін.
Шалқайғанға шалқай, пайғамбардың ұлы емес, еңкейгенге еңкей, ол атаңның құлы емес. Сабыр етсең, ісің де оңға асар, шүкір қылсаң, жамандықта қашар. Сөзден тәтті нәрсе жоқ, сөзден ащы нәрсе жоқ, сөзіңді тіліңе билетпе, ақылыңа билет. Дүниенің тұтқасы еркекте, кілті әйелде, сыры данада, қызығы балада. Саған опасыздық жасаса да, ештеңеге қарамастан, ол адаммен қатынасыңызды жалғастыра берсеңіз, онда сіз әулие немесе ақмақсыз. Егер сіз біреуді танығыңыз келсе, адамдардың ол туралы айтқанына емес, оның адамдар туралы айтқанына мән беріңіз. Дос қиындықта, дана ашулы кезде сыналады. Таң сәріде ояныңыз, себебі бұл әдет мықты денсаулық пен даналыққа жетелейді. Ой, барлық нәрсенің бастамасы, ой арқылы бәрін басқаруға болады. Сондықтан ең әуелі оймен жұмыс жасауды жетілдіріңіз. Адамдар қартайғанда қайтадан бала болады. Біреуге күмәнданбас бұрын 7 рет тексер. Наданның ашуы сөзінде, ақылдының ашуы ісінде. Ай шыққанда жұлдыздардан не пайда? Барлығын қуған адам ештеңеге қол жеткізе алмайды. Егер досыңыз сізді сатып кетсе, демек сіз бір нәрсеге тұрасыз. Бас тарту сатқындықтың ең нәзік түрі. Өзін өзі басқара алмайтын, өзгені де басқара алмайды. Көздеріңізге сенбеңіз, олар тек кедергілерді көреді. Өзін тапқан адам ғана өзгенің пікірінен арыла алады. Өзгенің қалауына бола өзіңізді өзгертудің қажеті жоқ. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.